Кейбір бауырларымыз намаз оқыған кезде қайта-қайта былай істей береді ғой. Неге біз бір-ақ рет былай істейміз? Олар неге қайта-қайта былай істейді? Мынаған дәлелдер бар. Сіз неге бұл қайта-қайта қолыңыз көтермей жатсыз, сіз пайғамбар оқығанда намаз оқымайсыз деген әңгіме айтатын болса, қараңыздар. Имам Тирмизи өзінің сунанында және Насаи өзінің сунанында жеткізген кітаптарында қараңыздар. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху былай дейді: мен сендерге Алла елшісінің намаз оқығанын көрсетейін бе деді. Намаз оқыды. Ол екі қолын тек намаздың басында ғана бір рет көтерді дейді. Хадистің дәрежесі сахих. Келесі, Сахих Муслимде жеткізген хадисте Жәбір ибн Самура былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге қарап, неге сендер асау аттың құйрығына ұқсап қолдарыңды көтеріп жатсыңдар, намазда тыныш тұрыңдар деген. Және үшінші дәлел, әйгілі хадисші имам Бухари радиаллаху анху өзінің Қурратул Айнайн атты кітабында Барра ибн Азиб радиаллаху анху былай айтқанын айтады: мен пайғамбарымыздың намазда тәкбир алғанда ғана қол көтерген, одан басқа жерін көтермеген. Бірінші рет ғана көтерген, келесі реттерде көтермеген көрдім дейді. Түсінікті? Сол себепті өзіміздің мәзһабының дәлелдерін біліп жүріңіздер. Сізбен біз оқып жүрген намаз, ол пайғамбар намаз оқығандай намаз емес. Түсінікті? Тамам? Тамам.